Үйдегі келінмін. Осы алдыңғы аптада енем абысының үйіне барып қонып келген. Соны келгенде айтады ғой. Күшті күтіп алды, керемет тамақ пісіріпті, ас үстіме түсті деп қайта мақтап. Соны мен түсінбеймін де. Мен бәленбай жыл жанында тұрып жатырмын. Мен де ас үстіне түсем, мен де дәмді тамақ пісірем. Неге сонда мені мақтамайды? Егер ол ұнап тұрса, неге сол келінмен тұрмайды ондай болса? Мен әше түсінбеймін осындай енемнің қылықтарын. Алады да басқа абысының үйіне барып, соны мақтап келді. Маған бір жақсы нәрсе айтпайды ғой. Деп бір оқырман жазып жүріпті. Мама, сіз оған не айтасыз? Енді немен айтам, бәрін бірдей көрем. 3 келінім бар ғой, үшеуі де бірдей. Олай бөлуге болмайды. Мен енесі анүйге бардым, ана келінім былай қарады, мына келінім былай қарады деп үйтіп бөлуге болмайды. Келіндердің бәрін бірдей көру керек. Сонда татулық болады, береке, бірлік болады, ауызбіршілік болады.